Сәлем достар, пайдалы тағам арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біздер құрма туралы, құрманың пайдасы туралы айтатын боламын. Құрма жеміс атаулының мырзасы, әрі тағам, әрі дәрі, әрі шырын, әрі қуат көзі. Құрманы әлемнің барлық елінен кез келген азық-түлік дүкендерінің сөрелерінен табуға болады. Құрманың құнарлығы жоғары деңгейде, темір және кальций бар. Құрма қатерлі ісік ауруына қарсы заттарға бай. Құрма пальмасы пайғамбардың оған Алланың сәлемі болсын сүйікті ағашы. Құрма сондай жеміс құрамындағы нәрлі заттардың арқасында қанға жылдам түсіп, ағзаға жеңіл сіңеді әрі тез қорытылады. Нәтижесінде шаршауды басып, ағзаны қуаттандырады. Құрма және сүт пайғамбар кеңесі. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын таңғы аста құрма мен сүт ішуді өсиет еткен. Осы тұста бізде неліктен өзгеге азықтың арасында дәл осы екеуін атады деген сұрақ туындайды. Әрине, Алла елшісінің өсиетінде игіліктен басқа нәрсе болмақ емес. Ол кісіге Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Достар, пайдалы тағам арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.